Сәлем достар, бүгін табиғи өрік шырынын дайындаймыз. Өте дәмді, табиғи, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен өріктерімізді тазалап жуып, дәнегінен ажыратып аламыз. Міне барлығын ажыратып шықтық, енді барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп алдық. Ал енді ет тартқыштан өткізілген өрігіміз қанша болса 2 есе су құямыз. Яғни менде мына ыдыспен 2 ыдыс өрік болды. Ал 4 ыдыс су құйып, жақсылап араластырамыз. Ал енді түпкі жақтарын жақсылап сығамыз, себебі ең шырынның дәмді жерлері осы түбінде жақсылап сығып, жиі ішіндегісін алып тұрамыз. Ол бізге қажет емес. Ал енді шырынымызды ыдысымызға құйып, барлығын отқа қоямыз. Осылай жарты сағат қайнайды. Стерилденген банкімізге бір бокал шамасында қант салып, стерилденген қақпақпен жабатын боламыз. Осылай қаттық сақырлап қайнап тұрған кезінде шырынымызды құйып, банкіні жабуды бастаймыз. Біздің шырындарымыз міне дайын, қысқа сақтауға өте дәмді, міндетті түрде жасап көріп, төменге пікір қалдырып кетіңіздер, каналыма тіркеліңіздер. Ал ас болсын.